Себебі байлықтар, құндылықтар, ресурстар арқылы біз дамимыз. Байлыққа материалдық құндылықты, рухани құндылықты жатқыза аламыз. Материалдық құндылық дүниежүзілік тұрғыдан байытса, рухани жан дүниемізді, өзімізді, тарихымызды байытады. Байлық сөзі құнды, бағалы деген мағынаға ие. Сондықтан біз үшін бағалы нәрселерді байлыққа жатқызамыз. Мысалы, тілімізді, мәдениетімізді, салт-дәстүрімізді, ұлттық киімімізді, тәрбиені. Олардың бәрі ата-бабамыздан келе жатқан дүние. Ол ұрпаққа да жеткізілуі керек. Ұлттық байлықтың өзіміздің мекенде де қолданылуы керек. Шет елдерге көп жұмсалып жатыр. Себебі металдарды игеруде қиындықтар өте көп. Тағы бір айтатын жайт, қазба байлықтарын қазып алуда экологияға кері әсеріміз тимеуі керек. Пайданың артында зияны да бар. Эссе тақырыбы ұлттық байлық. Қазақстан табиғи ресурстардан да, қазба байлықтардан да, мұнай кенінен және тағы басқаларынан да өте бай ел. Тек жер асты байлықтарынан емес, кесене, мұражай секілді тарихи орындарымен танымал бай ел. Яғни ұлттық байлық қоры өте көп. Қазақстан қазба байлықтарынан әлем бойынша белгілі орындарда тұр. Мысалы, ураннан әлем бойынша 2-ші орындамыз, алтыннан 15-ші орындамыз, мұнай қор бойынша 20 ел қатарындамыз. Елімізде танымал және көне кесенелер, ескерткіштер өте көп. Көне тарихы мен ерекше құрылысымен көзге түсетін Айша бибі, Қожа Ахмет Яссауи, Қарахан кесенелері бар. Тастан қашап жасалған баубалтас көне ескерткіштері даламызда көп кездеседі. Қазақстандағы барлық ұлттық байлық біздің мақтанышымыз. Ұлттық байлықтың маңыздылығын түсініп, оны қорғауға үлесімізді қосуға тиіспіз. Қаныш Сәтбаев айтқандай, ғылым мен еңбек біздің басты күшіміз. Табиғи ресурстар. Табиғи ресурстар қоғамның материалдық, мәдени және басқа қажеттерін қанағаттандыру үшін қоршаған ортаның шаруашылық қызмет процесінде пайдаланылатын құрамдас бөліктері. Жалпы табиғи ресурстарға су, жер, түрлі минералдар жатады. Және оны энергетикалық ресурстар, сарқылатын, сарқылмайтын, қалпына келетін, қалпына келмейтін, су ресурсы, күн, жел қуаты деп жіктеуге болады. Табиғи ресурстар бізге өмір сүруге қажетті элементтерді береді. Ресурстардың шығуы тегін және қолжетімді. Қорытындылай келе, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану өте маңызды. Дүние жүзінде халық саны көбейген сайын азық-түлікке және табиғи ресурстарға қажеттілік артады. Сондықтан табиғи ресурстарға балама энергия көзін табу керек және босқа құртуға болмайды. Эссе қоршаған орта. Қоршаған орта дегеніміз өсімдіктер, жан-жануарлар, ай мен күн, жер мен жұлдыздар, осылардың барлығын қоршаған ортаға жатқызуға болады. Ата-бабаларымыз босқа айтпаған, адам мен табиғат егіз ұғым деп. Себебі адам да табиғаттың бір үлкен бөлігі болып келеді. Сондықтан да біздің ата-бабамызда, халқымызда жер ана деген ұғым пайда болған. Құдіретті жерді өз анасындай қастерлеу барлығының міндеті деп ойлаймын. Менің ойымша біздің әрбір басқан қадамымыз, әрбір ісіміз табиғатқа байланысты. Табиғат және қоршаған орта біздің өмірімізде ерекше орын алуы сөзсіз. Бірақ қазіргі кезде көп адам біздің қоршаған ортамызды мүлдем ойламайды. Адамзаттың кейбір істері табиғатқа кері әсерін тигізеді. Оның кері әсері біздің денсаулығымызға көп зиян келтіреді. Табиғатты, қоршаған ортаны қорғау әр адамның міндеті. Үлкен де, кіші де табиғатты бағалап, оны аялап, әрдайым таза ұстап құрметтеуі қажет. Біздің табиғатымыз, қоршаған ортамыз біздің басты байлығымыз. Сондықтан да біз бар күшімізбен табиғатымызды қорғап, келесі ұрпаққа өзіміздің табиғатымыздың әсемділігін сақтап қалуымыз қажет. Қоршаған орта. Қоршаған орта дегеніміз бізді қоршап отырған заттар мен тірі жасушалар, адамдар, жануарлар, тіршілік ететін және әрекет ететін орта. Осының бәрі адамның қолында деп ойлаймын. Менің ойымша, адамның мінезі жалғыз отбасыдан емес, оны қоршап отырған адамдардың іс-қимылы, мінезі, қылқы әсер етеді. Себебі жаңадан туылған сәби мен 5 жастағы балаларына салыстырсақ, екеуі де бір отбасынан болатын болса, олардың бір затқа деген түсінігі әртүрлі болады. Олардың достары, сыныптастары бәрі де осыған әсер етеді. Бірақ қоршаған орта деп адамды ғана жатқызуға болмайды. Оған табиғат та жатады. Бірақ адамдар табиғатты өз қолдарымен құртып жатқанын байқамайды. Өз өміріміз өз қолымызда.